туған жерге туыңды тік демекші, біздің өскен қаламыз Талғар ежелгі қала. Ол анау қарлықтар кезінде басталып, көшпелілер мен отырықшылар өркениетінің тоғысқан жеріне орналасқан. Бұл қалада білеміз шахмат тастары, фарфор бұйымдар табылған Ұлы Жібек жолының бойындағы байырғы қала. Біз өз қаламызды қай заманды алсақ та, адам баласы өркениетке ұмтылумен келеді. Рухани мәдениетті сөз еткенде, тіл маманы ретінде көшпелілердің рухани мәдениетіне тоқталмақшымын. Көшпелілердің рухани мәдениетінің ерекшелігі көне жазулар, руна жазулар, қазақ даласының даналары. Әл-Фараби, Махмуд Қашқари, Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағұн, Мұхаммед Хайдар Дулати. Осылардың барлығын бүгінгі ұрпақ біліп өсу керек. Оларға білдіру біздің парызымыз деп есептеймін. Қазақ өркениеті әлем өркениетінің бір бөлшегі. Сонау 20 ғасырдың басында қазақ қоғамында халқымыздың өркениет үшін, ұлт болашағы үшін күрескен алаш арыстардың бірі қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтай бабаларымыз атқа мініп, қолына қалам алып, өркениетімізді дамытуға күрескенде біз бүгін неге үндемеске? Біз осы Тұрар Рысқұлов бабамыздың мектебінде жұмыс істеп жатқан қазақ тілі және тарих пәнінің бірлестік мұғалімдері бабамыздың өркениетке қосқан үлесін ары қарай дамытып, жас ұрпаққа өз өркениетіміз бенен тарихи тағылымызды үйретіп, санасына сіңіру парызымыз деп ойлаймыз. Сыдықбекова Ұлжан Қонайқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, жоғарғы санатты педагог зерттеуші, еңбек өтілі 33 жыл, рухани құндылықтарды оқушы бойына сіңіріп, функционалды, сауатты шәкірт тәрбиелеуші, ұстаз. Толқын Құрманбек, тарих пәнінің мұғалімі, жоғарғы санатты зерттеуші, педагог, еңбек өтілі 13 жыл, саналы ғұмырын ағартушылық жолға бағыттап, оқушы бойына ұлттық құндылықтарды дарытып, ел жандылыққа тәрбиелеп жүрген білікті де білімді маман. Қаратаева Айнұр Жолашарқызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бірінші санатты педагог сарапшы, еңбек өтілі 12 жыл, жас ұрпаққа көркем әдебиетті түсіну мен түйсіну, алған әсерін өмір қажеттілігіне жарата білу жолында қызмет етуде. Ұстанымы оқушыларды адами қасиеттерге баулу. Жанғазиев Елдос Маратжанұлы, тарих пәнінің мұғалімі, еңбек өтілі 9 жыл, жоғарғы санатты педагог сарапшы, еңбек жолында шәкірттерге шынайы ел жандылық тәрбие беруде идеал бола білген ұстаз. Мақсаты жаңаша оқыту, инновациялық технологияны тиімді пайдалану арқылы сапаны арттыру. Әр сабағы болып өтіп тағылым, әр шәкірттің оятатын танымын, мейлі есейіп кетсе де сол ұл-қызы санасында жүре берер әлі күн ұстаз деген мәртебелі бір есім. Ұқтыратын сол біліммен күйдайқын, әр түлегі шәкірт күнін қимайтын, ізгі жаны бағытталған балаға, сондықтан да қоғамы оны сыйлайтын ұстаз деген ұлағатты ұлы есім.